Өткен жылы үстел теннис федерациясы 12 жасар Айназды ең үздік жыл спортшысы деп таныған. Ол тенниспен шұғылдануды 9 жасында әкесі Әділжанның үйретуімен бастаған. Бүгінде 6 сыныпта оқитын Айназ бәріне үлгеруге тырысатынын айтады. Үлгермей қалып, сол сабақ жасап үлгермей қалуым мүмкін. Бірақ мен ұстаздарым оны түсіністікпен қарайды оған. Түсінікті. Бір күнде қанша сағат уақытыңды арнайсың тенниске? Тенниске таңертеңгі жаттығу 2 сағат жарым, ал кешкі жаттығу сол 3-4 мүмкін сондай. Барлығын қосқанда сол 6,5-7 мүмкін сондай. Ана Салмагүлдің айтуынша, Айназ бала кезінде тым аурушаң әрі әлсіз болғандықтан әкесі оған өз айналысқан спорт түрі үстел теннисіне үйретуді шешкен. Алғыр қыз аз уақытта үздік нәтиже көрсеткендіктен оны жеке клубқа береді. Кейіннен клуб жаттықтырушылары Айназдың шеберлігін көріп үстел теннис федерациясына беруді ұсынады. Алматыдағы үстел теннисі орталығының ашылуы кезінде Айназ президент Қасым-Жомарт Тоқаевпен үстел теннисін ойнаған болатын. Ойыны өте керемет, себебі ол өзі спорт шеберінің үміткері. Ойын маған ұнады. Дегенмен Айназдың спортқа кеш келуіне байланысты федерацияға қабылдануы да оңай болмаған. Ештеңе шықпайды бұл қыздан. Кеш, өте кеш дейді. Сондықтан ертең нәтиже күту, бірдеме істеу болмайды бұдан. Сондықтан алып кете беріңіз дейді. Бірақ біз екеуміз қоймады, қызымыз екеуміз сұраймыз. Мүмкін көрер, ойнап көрсін, мүмкін нәтижесін мүмкін көрерсіз деп. Қоймай кетпегесін жоғарға алып кетті. Бір заманда Айназ шығып келе жатыр, көзі жылтын-жылтын етеді. Не болды десе, екі қызды ұтып тастадым дейді. Ойнаған екі қызды. Олар баяғыдан жаттығып жүрген қыздар, өзінен үлкен қыздар. Сосын мен үндеген жоқпын, бізге де үндеген жоқ, кетіп қалдық. Кетіп қалдық, арада 1-2 күн өтті. Қазіргі бапкері сонда звондайды ғой. Алып келіңіз қызыңызды, өтініш жазыңыз дейді. Айназдың артынан ерген 3 сіңлісі бар. Өзінен кейінгі 8 жасар Лалагүл де тенниспен шұғылданады. Әкелері Әділжан 4 қызында тенниске баулығысы келетін айтады. Ата-анасының қыздарын аталмыш спорт түріне беруінің өз себептері бар. Біреуді жарақаттайтын спорт түрлеріне қарағанда үстел теннис арқылы баланың бойына ұлттық тәрбиемізді сіңіріп өсіреміз дейді олар. Теннис ойнамаған ұнайды болсақ та чемпион боламын, әпкем сияқты. Жұмысым біткен соң уақыт қалғанда мен басқаларды тенниспен үйретемін. Мен федерация қабылданғаннан кейін 2 ай жаттықтым. Одан кейін карантин басталып кетті. Барлығы жабылып қалды. Федерация барлығы клубтарды да. Сосын біз осы паркке келдік. Таңертеңнен кешке дейін осында болдық. Таңертең келеміз, күн шыққанда осында түске дейін жаттығамыз. Түсте үйге қайтамыз, тамақ ішіп, кішкене демалып келеміз. Сосын түстен кейін келеміз де қараңғы түскенге дейін ойнаймыз осы жерде. Жаттығамыз және осы жерге кісілер келеді ойнауға, солармен бірге ойнаймыз. Қыздардың әсіресе Айназдың күнделікті графигі тығыз. Оқу мен жаттығулардан бөлек чемпионаттарға да қатысып үлгереді. Айназ күнделікті дайындығыма көп көңіл бөлетін жаттықтырушыларыма алғысым шексіз дейді. Әкелері Әділжан Әділгереев қыздары дүниежүзіне әйгілі апалы-сіңлі теннисшілер Венус пен Серена Уильямс сияқты болса деп армандайтынын айтады. Тіпті бүгінде басымыздан өткізіп жатқан оқиғалар да ұқсас дейді. Біз де жеткіншектердің алдағы уақытта Қазақстанның туын талай желбірететініне сенімдіміз.